Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 14 қаңтар 2024 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта ғылыми танымдық әңгімемізді жүргізіп келеміз. Мақсаттық әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Бұл ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, ұрпағына деген аманаты. Құрметті әлеумет, сіздер тарап кетпей, менің аз ғана тыңдаушыларым, үмітпен күтіп отырғандарыңызға мың алғыс айтамын. Себебі өздеріңіз білесіздер, мен біршама уақыт үзілісте болып қалдым. Сол үшін де айып етпеңіздер. Ал енді әңгімемізді жалғастырсақ. Қазақ атамыздың аққа құдай жақ деген тұжырымды сөзі негізінде бірінші қазақтарды, содан кейін барып жер беті адамдарын ақта құдайға жақ деп рухани бірлікке жұмылдырамыз деп жатқан талпынысымызды естіп келе жатырсыздар. Біздің түсінік, сезігіміз бойынша бар қиындық бүгінде қазақтардың Қазақстанда қалмағандығы, барлығының санасы бір түрлі өзгеріске ұшырағаны, көбісі ғажем, араби мүслімін болып кеткендігінен екені анық. Мүслім болудың кезеңі тарихта ұзақ уақыт бойы қазақты мұсылманға айналдырудан басталып, соңғы 30 жылдың ішінде қазақты біржола қақпанға түсіріп, әруағынан айырды десек болады. Білімсіз, жігерсіз, мәңгүрт, жасық етті. Қазақтың бүгінгі жайы кері кетіп, мүслім ғажем болып тоқтаған байқатып тұр. Сонымен нақтыласақ, осы 2000 жылдан бастап қазақтың қазақтығын ұмыттыртып, жан жағынан өзгелерге талатып, мұсылмандыққа өткіздірту саясатын тек өзінің қарабастық мүддесі үшін ғана жүргізген Назарбаевтың алаяқтық істерінен бастап, соның маңайындағы биліктегі сатқын құлтабандардың арасында соңғы кезде қазақ қазақтығынан айырылды. Бүгінде рухани мүгедектік күйге түсті. Мұсылман дейтін ғажем мүслімге айналып қалды. Сөйтіп, бір Назарбаев сияқтың шешімі бір тұтас қазақ деген тарихи іргелі ұлтты жоқ қылды. Яғни, ұлы далада қазақ ұлты жойылып тұр. Бүгінгі өкімет құлтабандары тарапынан астарлап айтылған саяси шешімі киікті қыру, қазақты қыру, қазақты қыру, киікті қыру жөніндегі саясаты жүргізіліп жатыр десек болады. Солай ұғынылып жатыр. Қазақтың орнына мұсылмандық деген араби исламдық атауы бар мүслім, яғни иншаллах, машаллах, алхамдулиллах деген ғажем, мутант, соры ашылмаған, өздерде осындай соры ашылмайтын жайды қалайтын бір түрлі бөтен бір қауым пайда болды. Мысалы, өткен жылғы 28 қазандағы Қарағанды шахтасындағы шахтерлар қазасы нені білдіреді? Бұл трагедия, қасірет, қарапайым шахтадағы техникалық қауіпсіздіктерді
сақтамағаннан болып отыр. Яғни, бұл қасіреттің болуына мамандардың жоқтығы, жалпы білімсіздік және жауапсыздық, өздері өмір білмейтін, бірақ бәрін тек бір Аллах қана білетін ғажем араби мүслім себепші болып тұр. Иә, солай. Нәтижесі солардың Аллахының қалауымен шахтерларды осындай қасіретті өлімге алып барды. Ал біздіңше бұл қасіретке ең бірінші жауаптылар әрине президент, өкімет пен облыс және шахта басшылары. Екінші, инвестордың жауапсыздығы. Өз пайдасын өзге елдегі адамдардың өмірінен жоғары қойғандығы болып тұр. Яғни, оның бөтендігі болып тұр. Бізге салса, бәрін жауапқа тарту керек. Бірақ, өкінішке орай, олар жауапқа тартылмайды, және олардан жауап та алынбайды. Өйткені, халық саяси сауатсыз, бірлік жоқ, өздеріне сенімсіз, ғылымы да, білімі де жоқ, яғни маман да жоқ. Бойларын қорқыныш кесел терең бойлап кеткен. Орта ғасырлық надандық, мүслімдік діндарлық қалыпқа түскен. Көшеге шығып талап етпек тұрмақ, үйде отырып ауыздарын ашуға қорқады. 5 мәрте салята, яғни намазын оқымай қалса, қорқады. Тәпсісін айналдырып 1000 мәрте Аллахын атын қайталап айтпаса, қорқады. Солай, күндер солай, жатса тұрса, арттарын жуғыштап, о дүниеге дайындалумен өтіп жатыр. Оған биліктегі сумаң әртілді алаяқтар мәз, қатырдық деп ойлайды. Ал ел болса, қалықсыз қалған ел, араби исламның мүслім ғажем құлдары болып, қасірет шегіп жатқанын өздері сезбейді. Бәрі Аллахтың ісі деп түсінеді. Болашағы жоқ. Осындай елге бір жағынан жаның ашса, екінші жағынан соның өзі ақымақтық па деп те ойлайсың. Өйткені мүслімдік танымда олар азап көрген, өлген адамға жан ашмайды. Оны Алланың ісі, Аллахы біледі, Аллахтың қалауы деп оп-оңай бетін сипап, қайғырмай, ойланбай ұмытып жүре береді. Оқиғаны Аллахтың қалауымен болдыға санай салады. Рахат, ойланып қайғы-мұңға бөленбейді. Біз сияқты шәт-шәлекей болып шындықты іздеп бүлінбейді. Олар үшін жанға жан ашу күпірлік, Аллахның ісіне қарсылық болып табылады. Осындай оқиғалардың бетінде көзге көрініп тұрған бүгінгі жайлар бәрімізге белгілі. Өкіметтегілер өз тарапынан траур жасатқандай болып, мемлекеттік жалауларды төмен сүрткен, жауапкершілік жоқ бір үлкен саяси алаяқтық әрекеттерін аңғаруға болады. 2011 жылы желтоқсан қырғыны, 2022 жылы қаңтар қырғынына өтірік болса да осылай ел алдында көз етіп мемлекет тарапынан мұндай жай жасалды ма? Менің есімде жоқ. Ол кездегі қасірет, трагедия білімсіздіктен, мамандардың жоқтығынан туған техникалық қауіпсіздік салдарынан емес, сумаң айыртылды, өкімет оңбағандарының қара бастық арнайы саяси іс-әрекеттерімен жасалды. Бұл адамдықтан, адамгершіліктен айырылған оңбағандардың тығылып қорғанатын жері араби ислам болып алды. Ол жер оңбағандардың саялауына өте ыңғайлы болып тұр. Өйткені араби исламда ұят аруждан деген түсінік мүлдем жоқ. Онда олардың кітаптарында да тек ұятты, аружданды, адамгершілікті білмейтін ақымақтарға арналған ережелер ғана бар. Қысқасы, қазақтың ұятын, аружданын араби ислам жойды. Соның айғағы ретінде жақында ғана елде болған белгілі оқиғаны айтуға болады. Болат Назарбаев қайтыс болды. Біздің байқағанымыз, оған оның отбасына жаны ашып, жақсы сөз айтып жатқан адам болмады деуге болады. Оны жерлеуге, жиналғандардың ішінде министрді айтпағанда, мұрты жоқ сақалдар да көптеп жүргені байқалды. Бір YouTube каналдарда сол жерлеуге қатысты солардың өкілдерінің сөйлеп жатқандары да аңғарылып жатты. Қоғамдық ортада жалпы қаңтар қырғынын жасаушы
тобырлар ретінде сол Болат Назарбаевты жерлеуге жиналғандарды министрмен қосып, сол жерде түгелмен еш сот үкімінсіз бірге көміп тастаса деген кіріністер де болып жатты. Ал Болат Назарбаевтың жетісінде ағасы Нұрсұлтан Назарбаев тіпті қатырды. Оның үстіне шығарған кітабын, ондағы жазғанын айтсаңыз. Жалпы, кезінде ол туралы айтқан елдегі қауесеттің бәрі рас болып тұр ғой. Яғни, кітапта жазбаған, яғни қызымен болған жағдай да рас болуы әбден мүмкін. Назарбаев әр облыстарға барғанда айтулы ескерткіштердің ашылу соған бару құрметінде жазып пәленбай жылдан кейін оқылады деп қалдырып кеткен хатында оңған нәрселер жоғау деп ойлаймыз. Енді бір 6-7 жылдан кейін Назарбаевтың баласы Қазақстан орнында тұрса, президент болып келетіні сөзсіз. Назарбаев елден ұрлап жинаған миллиардтарын елдің құлағынан теуіп, алдап жасаған 2030-2050 деген бағдарламалық жобасы тек сол бір балаларына, бір өздерінің әулетіне арналған екеніне еш күмәндануға болмайтын жай. Сонымен Назарбаев рухани ғаріп, кеселді жан, еш жөнделуге келмейтін өзінің азғын екенін анықтап берді. Қысқасы, адам емес. Онда біз айтып келе жатқан аруждан ұят деген ұғым жоқ. Яғни ұят жоқ жерде қазақ жоқ. Ол қазақ емес. Ол өзі бетін тілсе қаны шықпайтын, ұятсыз екен дейтін осы бір қазақ атамыздың сөзінің нағыз прототипі екенін білдірді. Енді осы Назарбаев өлгенде ел оған не сөз айтады деп, оның өлгенін аса күтетіндердің қатары көбейгенін көріп жүрміз. Ал бұл ұятсыз өз соқтырған үлкен деген мешітіне кіріп алып, Болат Назарбаевтың жетісінде Алланың бергенін абыроймен ақтардым деп, беті былш етпей тұрып, есеп бергендей сөйлегенін ел естіді. Нұрсұлтан Назарбаев коммунист болып, коммунистерді алдады. Қасында жылмыңдап жүріп, көз ойнақшып, Қонаевты алдады. Қазақпын деп қазақты алдады. Рулостары шапылашшыларды алдады. Егемен елді жарылқаймын деп елді алдады. Алған жүрген әйелдерін бұлай алдады. Соңғы ұл туып берген әйелін де алдап жатыр. Және әлі де тірі болса алдай береді. Ақыр аяғында араби исламның құлақ кескен құлы пенде күнәһар екенін, адам емес екенін көрсетті. Бірақ сәті туса, оны да алдайды. Назарбаев ешқандай да жасампаз емес, ол ешқандай өнегесі жоқ, рухани ауру, мүгедек, елді қиратушы бір алаяқ болып тарихта қалуы тиіс. Бірақ бір сәтті ескеру керек. Егер ол шынымен де қалмақ болса, ел айтып атқандай, біз сыбап айтып отырған атаулардың бәрі жойылады. Ол елінің тарихи кегін қазақтан алған нағыз жеке батыр болып шығатыны анық. Ал бүгінде ар-ұжданы, ұяты жойылғандар соның өрбіткен араби исламнан қорғанышсыз деп, солардың мешітінің ішінен сая табуда. Сондықтан да ол елімізде мешітті көптеп салдыруда. Мешіт салушылар мен имамдарды шетінен, шетелдің жансыздары инагент ретінде пытырлатып тұстап соттайтын кез келді. Сөйтіп, бір оңбағанның алаяқтық шешімі бір қазақ деген тарихы іргелі ұлтты жоқ қылды. Яғни, ұлы-далада қазақ ұлты жойылып тұр. Біз сол жойылған ұлттың бар өкілдерін тауып, сақтап, рухани болмысын, мәдениетін қайта түлетсек деп жатырмыз. Құрметті әлеумет, шындық періштесі, рухани періштеміз, ғылым періштеміз, өнер періштеміз сіздерге осылай жеткізді жатыр. Біз соны сіздерге жеткізіп отырмыз. Көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.